Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай тәтті әрі дәмі тіл үйіретін чак-чак дайындаймыз. Бұл чак-чакты жеген адамдардың барлығы менен рецептін сұрайды. Сондықтан міндетті түрде менің рецептіммен дайындап көруге кеңес беремін. Рецепт пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқаны жарып, үстінен тұз, қант, ас содасын қосамыз. Барлығын қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Араластыра отырып, ұнды қосамыз. Жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғасын 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. 20 минуттан кейін қамырды жұқалап жаямыз. Жіңішке қылдырып тураймыз. Дайын болған кеспені қызып тұрған майға пісіреміз. Дайын болған чак-чакқа сгущенкамызды қосып араластырамыз. Міне осындай тәтті чак-чак дайын болды. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісемін. Менің каналымдағы әрбір видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.